сәлем. Бүгінгі бейне сабақта флешкалардағы көп таралған вирусты қалай оңай өшіру керек екенін үйретемін. Бастамас бұрын арнаға жазылып, пікір қалдырып, пайдасы тиіп жатса лайк басып кетіңіздер. Қазақша контентті бірге көтерейік. Бұл вирустың түрі сіздің флешкаңыздағы барлық файлдарды ярлық типіне аударып тастайды. Және сіз ол ярлықтарды ашатын болсаңыз, сол вируспен барлық компьютер зақымдайсыз. Көп созбай іске көшейік. Алдымен бізге Hotel Commander деген бағдарлама керек болады. Оны біз Google'дан жүктеп аламыз. Менің артымнан мұқият қайталап отырыңыздар. Бізге керек бағдарлама жүктеліп болғаннан кейін компьютерге орнатып аламыз. Бағдарлама толығымен орнатылғаннан кейін флешкамызды компьютерге жалғаймыз. Байқағандарыңыздай менің флешкамда ешқандай ярлы вирус жоқ. Бірақ мен осы файлдармен мысал ретінде вирус болған жағдайда қалай өшіру керектігін көрсетемін. Бұл бағдарламаны ашқаннан кейін осы жерден өз флешкамызды атымен таңдап аламыз. Барлығын дұрыс орында болғаннан кейін флешканы ашып қарасаңыз ярлыққа айналып кеткен файлдар өз орнына келгенін байқайсыз. Ендігі әрекет жай ғана флешкадан ярлық болып тұрған файлдарды өшіре салыңыз, олар енді қайтып сізді мазаламайтын болады. Егер бір пайдасы тиген болса лайк басып арнаға жазылып кетіңіз. Көптеген пайдалы контенттер арнамызда қазақ тілінде.